Алла тағаланың нәзіл болған қасиетті иман негізі Аллаға бірлігіне, хақтығына, жүрекке имандылықты ұялату бұл пайғамбардың ең алғашқы уақилардың бірі, алғашқы парыздардың бірі. Пайғамбарымыз сол иманды жүрек орныққаннан кейін Алла тағала намазды парыз етті. Кейін Меккеде пайғамбарымыз сол Алланың бұйырған иманды, намазды оқуға, Аллаға құлшылық қылуға, және де оны басқа қауымға, басқа момындарға насихаттауға Меккенің қауымы, Меккенің мүшриктері пайғамбарымызға мүмкіндік бермеді. Алла тағала осы бір қиындықтан кейін пайғамбарымызды Меккеден Медине қаласына қоныс аударуға, сол Медине қаласына сол қиналған момындарды Ясриб, яғни ескі атауы, кейінгі атауы Медине қаласына мұсылмандар кезек-кезегімен қоныс аударды. Сол Медине қаласына барғаннан кейін мұсылмандардың Аллаға құлшылық қылуға, етене ислам діні кеңінен жайылды. Осы бір үлкен парыздарды орындауға мұсылмандарға мүмкіндік болды. Осы мүмкіндіктен кейін хижренің, яғни мұсылмандардың қоныс аударғаннан кейін 2 жылдан кейін мұсылмандарға ауыз бекіту парыз болып бекітілді. Себебі Құранда Алла тағала бұйырғандай: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Я айюхаллазина аману кутиба алейкумус-сиям кама кутиба алаллазина мин qablikum лааллакум таттақун. Бұл аяттың мағынасында Алла тағала әмір етеді: ей момындар, ей Аллаға иман еткендер, сендердің алдыңғы өткен қауымға, сендерден бұрынғы өткен елге ораза парыз болып еді. Енді сендерге де ауыз бекіту парыз болды. Лааллакум таттақун, мүмкін сендер сол бір күнәдан, сол бір арсыздықтан сақтанып тақуалық қыларсыңдар дейді. Яғни Алла тағала бұл ораза, бұның алдында да қанша мыңдаған пайғамбарлар өткен болса, сол өткен үмметке, сол бұрынғы өткен қауымға да ауыз бекіту, ораза ұстау міндет болған. Олардың ауыз бекітуі әрине әртүрлі. Біреуінікі күнара болатын болса, кейбіреуінікі жылдап болған. Кей оразалар, ораза деген сөздің өзі бір тыйылу. Неден тыйылу? Яғни өзінің нәпсісін, жан дүниесін тазалау, Алланың харам қылғанынан тыйылу деген мағынаны білдіреді. Өйткені Мариям анамызға да Алла тағала Мариямға айтады: ей Мариям, Алла тағала саған рахман үшін ауыз бекіту міндет деді. Саған сенің оразаң адамдармен сөйлеспеу деді. Міне Мариямның оразасы қандай еді, тыйылуы не еді? Оның тыйылуы ешкіммен сөйлеспеу оразасы болған. Демек, әрбір Мұса алейхиссалам болсын, Иса пайғамбарлар болсын, олардың да өзіндік бір міндет болған, ораза болған, әр қауымның, әр үмметтің. Бірақ пайғамбарымызға бұл ораза белгілі айяман маудудат, яғни бір белгілі санаулы күндер, яғни белгілі мерзімде, белгілі күндерде ораза ұстау парыз қылынды. Бұл біздер үшін жыл 12 айдың ішіндегі бір ай ауыз бекіту барлық мұсылмандарға парыз болып бекітілді. Содан бері біздерге әрбір саналы болған, яғни бірінші иман еткен, мұсылман болған, және де ақыл есі дұрыс болған, балиғат жасына жеткен әрбір мұсылман баласына ауыз бекіту біздер үшін
ақырет күніне шейін әрқайсымыздың мойнымыздағы парызымыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадисінде қарасақ, бұл оразаның исламдағы 5 парыздың өте маңыздылығын байқаймыз. Абу Хурайра радиаллаху анхудың жеткен хадисте, бір күні пайғамбарымызға бір бәдәуи келіп, яғни бәдәуи дегеніміз шөл даланың адамы, пайғамбарымыз келіп айтады: «Я Расулалла, маған жұмаққа кіретін, жұмаққа баратын бір амалды үйретіңізші» дейді. Пайғамбарымыз ол бәдәуиге айтады: «Та'будулла ла тушрику бихи шайян». Аллаға құлшылық қыл, және де ол Аллаға ешқандай серік қоспа дейді. Екінші пайғамбарымыздың бұйырғаны: «Туқимус сала мактубатан». Белгілі уақытта парыз болған намазыңды оқы дейді. Оған бәдәуиге пайғамбарымыз зекетті үйретеді. Белгіленген нисабымен зекетіңді бер дейді. Және де тасум рамадан, Рамазан айы келген уақытта ауыз бекіт дейді. Міне ол сенің жақсы амалың деп үйретеді. Сонда әлі бәдәуи тұрып: «Мен Алламен ант етейін» дейді. «Я Расулалла, сіздің осы айтқан парыздарыңыздың артықта істемеймін, кемде қалдырмаймын» дейді. «Артықта орындамаймын, және оны кемітпеймін» дейді. Деп кетіп қалады. Сонда пайғамбарымыз сахабаларына айтқан екен: «Егерде осы бәдәуидің айтқаны жалған болмаса» дейді, «онда дүниедегі жұмақтық адамды көргілерің келсе, сол адамға қараңдар» деген екен. Міне исламдағы 5 парыздың қандай маңызды екенін біз байқаймыз. 5 парыз Алланың рахымына, игілікке жеткізетін ұлы амал екен. Сондықтан сахабалар, мұсылмандар осы Алланың игілігіне жеткізетін, сауапты амалға жеткізетін, Алланың рахымы мен берекеті болатын айлардың бірі Рамазан айын мұсылмандар қуанышпен күткен. Сондықтан Рамазан айында мүмкіндік болған әрбір мұсылманға ауыз бекіту парыз болды.